Армысыздар, бүгін 2022 жылдың 11 мамыры мәжіліс қабырғасындамыз. Мына сурет туралы мәселе қозғамақпыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, 9 мамырда Алматыда батырларға тағзым атты шеру өтті. Сол шеруде біздің кейбір отандастарымыз Сталин мен Берияның суретін көшеге алып шықты. Енді жарайды, біздің қоғамда Сталин мен Берияның заманын аңсайтын адамдар бар екенін жоққа шығармаймыз. Бірақ мына сурет, өздеріңіз көріп отырғандай, әскерилердің осы суретті алып шыққаны тіпті сорақылық деп те баға беруге болады. Біз осы жөнінде қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Камалетдиновке сұрақ қойып көргенбіз, ол былай деп жауап берді. Болмаса да ол тарих. Бірақ мен оны қолдамаймын. Дәл осы Сталиннің заманында 30-шы жылдары қазақтың тең жартысынан айырылып ашаршылыққа ұшырауы, 1937 жылы репрессияға ұшырап атылуы өңкей ұлттың беткі қаймақтарының бәрінің, әрине осының бәрін есептеп сараптай келген кезде Сталиннің суретін 21 ғасырда Қазақстанда алып шығу өте абсурд жағдай деп баға береміз. Бұл біздің пікіріміз, келіспеуіңіз де мүмкін. Ал енді бұл жөнінде депутаттар не дейді? Тыңдап көрейік. Ол тек қана армияға емес, жалпы қоғамға да ондай ұлттық тәрбие керек. Көрдіңіз, ол Сталинді, Берияны аңсап жүргендерде өкінішке қарай арамызда бар. Сондықтан бұл да бір мектептің, отбасының жалпы тәрбиелік жұмысы өте маңызды. Тек қана армия емес. Армияда енді әрине ол Нөмір бірі шығар, өйткені ол қорғаныс саласы. Тәрбие алу, ол қазақ білмейтіндер қазақты біліп шығу керек. Сол жерде тарихты білмейді, тарихты үйретіп, армияға барғасын тек қана жауынгерлік тәрбие емес, сонымен қатар бір идеологиялық тәрбие өту керек. Ол туралы қазір қорғаныс министрлігімен келіссөз жұмыстар жасап жатырмыз. Нақты қандай бергі? Мен мысалы әскерде болған адаммын, бірақ бізде ұлттық идеологиялық әскери тұрғыдан айта алмаймын, армияда бізде болды деп. Мысалы біз қазақ тарихының, әскерінің құрылымын, тарихын біз білген жоқ, бізге оқытқан жоқ. Біз тек кітаптан білдік. Сонда да біздің армияға сондай керек шығар әдіснама. Дұрыс. Ондай мына қазіргі министрмен келісіп жатырмыз. Жалпы осы әскери патриоттық тәрбие туралы. Жақында арнайы әріптестерім депутаттық сауалнама жасадық, бәріміз бірігіп. Сол жерде осы көп өткенде ғана айтылды ғой, Ерлан Саиров оқыды ғой. Алпамыс Батыр, Қамбар дегендей, Бөгенбай, Қабанбайлар. Осы сол арқаларына біздің алаш әскері болсын, соңғы союз бәрін әскерді тек қана жаңағындай ғылыми түрде енгізу мәселесін қалай дейсің? Оны сол тілді де үйрету, тіл арқылы тіл білмейтіндер. Қалғандардың тарихи идеологиялық жұмыстар жүргізіліп, оны толық келсем, ол бойынша жұмыс бастап жатырмыз. Военные держат портреты Берии и Сталина. Это нормально, вы считаете? Нет. Не нормально? Нет. Если говорю военные, если это военнослужащие, военные пенсионеры, то это их моральное право. Обиженных военных пенсионеров сейчас очень много. Им есть чем сравнивать, наверное. Поэтому это их выбор. Я не могу осуждать их. А если действующие военные, то это тогда... Ну, у них соответственная присяга, соответственные военные требования, военные уставы. Они должны подчиняться этому. Енді жаңа Берияның, Сталин суреттерін кеше интернеттен енді көзім шалып қалды. Бізде олардың қазақ үшін аса жақсы имиджі, реномесі жоқ қой. Бірақ енді тыйым салынбағандықтан оны ұстап жүруге ешкім тыйым сала алмайтын шығар. Бірақ моральдық тұрғыдан енді мен өз басым болам. Енді қалай деп айтсам болады, жұмсақ. Өкіне қарадыңыз жүрсіз. Азғындаудың бір түрі ма? Тарихтан бейхабарсыздық па, сол тұрғыда да есептеймін. Жалпы енді менің түсінігімде есі дұрыс қазақ азаматы бұл кейіпкерлерді дәріптеуі керек деп есептеймін. Менің ойымша енді ол жерде бір заңға ешқандай кереғарлық жоқ шығар, бірақ түсіндірме жұмыстарын күшейту керек. Ол біздің халқымыз. Менің ойымша олар қателесуі де мүмкін. Менің ойымша ол азаматтармен енді былай сөйлесіп көру қажет. Не үшін алып шыққанын білейік те, мотивін білу қажет. Жоқпын оларды қолдаймын. Берияны, Сталинді, ол қазақтың батыры емес. Биліктің мәселен идеология саласындағы бір кемшілігі емес па осы жүргізген мәселе? Сіздер Нұротын Назарбаев жұмыстарының әлсіздігі. Егер де Берия мен Сталин жақсы көрсе, мені жақсы көресіз. Мен мысалы бала кезінде көрдім, кейбір үйлердің ішінде Сталин портреті ілініп тұр. Сонда біздер бала кезімізде бізге осы Сталин портретін неге осында дегенде олар айтты, Сталин мықты азамат, бұрын соғыстан кейін Совет үкіметін
халық білімді болды, осындай немен идеологиямен. иә, идеологиямен. Қазіргі заманда бәріміз білеміз, Сталин деген қан шербесі болып былай қарасаңыз да, көптеген зиялы қауымды түрмеге жіберген, құртқан. Оның деген екі түрлі, шын айтқанда осыған бір нақты баға беретін уақыт келді деп ойлайсыз ба? Баға беріп, ары қарай аттау керек. Меніңше, зацикливаться на старом не надо. Ол деген біздің тарих. Меніңше, маған қазір ең маңызды қазір болашағымыз және қазіргі заманымыз. Ол деген тарих, ол дегені, иә, білдік, өттік, ары қарай керек. Дегенмен осы кешегі мәселе өте бірақ қоғамның, оралатын ешкім жоқ, просто оралып жатқан сол ұстап жүргендер ғой. Көрдіңіз ба, ал қазақ қоғамында мысалы өте қатты болезненно қабылдады да осы мәселені. Өйткені шын айтқанда ашаршылық та, соғыс уақыты да осы Сталин мен Берияның тұсында болғандықтан, шын айтқанда ол кісілерді қылмыскер ретінде қарайтын біздің қоғамда адам солай баға беретіндер көп, тарихшылардан бастап, жалпы қоғам. Сондай жағдайда кішкене бәрібір бір абсурд емес пе, мысалы, сол ұстап шыққан сол мысалы? Абсурд шығар. Мен шын айтқанда көп мән бермеймін ондай заттарға. Кімнің портретін ұстайды, кейбіреулер Гитлердің портретін ұстайды. Енді ол кісілердің өзінің ойы болып тұрған шығар. Жалпы деген ондай ол кісілердің портретін етіп ұстаған ешқандай қылмыс жоқ шығар. Жоқ, мәселен ол жарайды, жалпы қоғамда біз білеміз Сталин мен Берияны жақтайтындар. Бірақ ең қызығы бұл, ең қиыны, ең сорақысы әскерилер ұстап тұр ғой. Ол өте қауіпті деп ойламайсыз ба? Көрген жоқсыз, Енді Ұлы Отан соғысының екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Сталиннің де еңбегі болды, оны жоққа шығаруға ешкім шығара алмайды. Берияның да еңбегі болды. Бірақ енді оны тарихты оқыған, білетін адамдар біледі. Бірақ енді оларды алып шығып, қазіргі заманда олардың суреттерін жаңағы қазақтың батырлары есебінде көтерген меніңше дұрыс емес сияқты. Өзіміздің де батырлар жеткілікті. Қасым Қайсенов бар, Бауыржан Момышұлы бар, Сағадат Нұрмағамбетов бар, Мәншүк Мәмбетова, Әлия апаларымыз бар. Сондай мықты бізден шыққан батырлар да бар ғой. Менің ойымша, соларды көбірек дәріптеуіміз керек деп ойлаймын. Депутаттар қысқаша осылай дейді, құрметті көрермен. Сіздер не ойлайсыздар Сталин жөнінде? Сіздердің де пікірлеріңіз бізге өте қызық. Комментке қалдырыңыздар және жазылуды ұмытпаңыздар.